Армысыздар, құрметті көрермендер, сіздердің назарыңызға бүгінгі өткен әкелер форумына қатысқан ата-аналарымыздың сұхбатын қабыл алыңыздар. Ал ендеше кеттік. Қайырлы күн, өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Менің атым Мәдениет Қапарұлы, фамилиям Каримов, зейнеткермін, жасым 72-де. Бүгін осы мектепке, мынау әкелер форумына немеремнің Шахназар 7-ші әсіл оқушысының соның атасы ретінде келіп отыр. Жақсы, келесі кезекте сізге өз сұрағымды қоятын болсам, үлгілі әке сіздің ойыңызша қандай болуы керек? Үлгілі әке деген енді әке баланың айнасы дейді. Әке деген енді балаға өзі өте үлгілі болса, бала да сондай үлгілі болып өседі. Мысалы, әке жаман қылық көрсетпеу керек, жақсы қылықтарыменен, өзінің адамгершілігіменен, өзінің білімімен барлық жағынан балаға үлгі бола білу керек. Егер балаға үлгі болатындай әке болса, ол бала жаман болады деп мен ойламаймын. Жақсы, рахмет. Келесі кезектегі сұрағым, мектеп оқушыларына деген жылы лебізіңіз, немесе тілегіңіз? Енді мен балаларға тілейтінім, бүгінгі заманда біздің мынау жаңарған Қазақстанда көптеген оқушыларымыз биік өте үлкен деңгейде білімдерін көрсетіп, әр жерлерден көрініп жатыр. Осы мектептің оқушылары да сондай үлкен биіктерден көріне беруіне тілектеспін. Және осы мектептегі ұстаздарға, осы мектептің ұжымына, барлығына өзім ата-ана ретінде үлкен рахметімді айтамын. Балаларымызға терең білім беріп, осы балаларымыздың үлкен биіктерден көрініп, жоғары деңгейде оқуда, білімде, басқа жерлерде де өзінің үлкен азамат болуына қолғабыс жасауларына тілектеспін. Жақсы, үлкен рахмет. Қайырлы күн, өзіңізді таныстырып өтсеңіз? Менің есімім Қуаныш Құрманбек болады. Менің балам осы Аяковский мектебінде оқиды. Құрманбек ұлы Мейрамбек 5-ші әсілінде оқиды. Ендігі кезекте өз сұрағымды қоятын болсам, бүгінгі шарадан қандай әсер алдыңыз? Бүгінгі қатысып жатқан шаралар өте жақсы өтіп жатыр. Актовый залда жиналыстар өтіп көрмелер көрдік. Болашақ балалардың қолөнерлерін жасағандарын көрдік. Спортқа қатысып жатырмыз. Енді осындай болашақ балаларымызға жақсы қолдау болып, жақсы биік орындардан көрінуін, сіздердің жұмыстарыңызға жақсы нәтиже бола берсін. Жақсы, сізге ұнағанына қуаныштымыз. Үлкен рахмет. Сау болыңыз.